Ұнатамын мен сені деген менен, көрмегенді басқадан сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсам бір күні, егер деме. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі, ұнатамын. Бұл ән сонау 80-ші жылдардың басында студент жастардың арасына кеңінен танылған. Тіпті бұл ән маған арналған деп әнді өзіне меншіктейтін бойжеткендер де көп болған. Дүниеге келгеніне 30 жылдың жүзі болса да, ән әлі де өнер биігінің көгінде қалықтауда. Кейбіріміз көше әні деп жүрген бұл әннің өз авторы бар. Сөзі Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтікі, ал әні белгілі бард әнші Табылды Досымовтікі. Армысыздар, бүгінгі әңгімеміз ән киесі дарыған бард ақын Табылды Досымов турасында болмақ. Бүгін біздің студиямызға ақынның жақын досы Жұмабай Құлиев келіп отыр. Жұмабай аға, студиямызға қош келдіңіз, төрлетіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет, әмин. Ат көлік аман есен жеттіңіз бе? Жеттік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жұмабай аға, сіз Табылдаға екеуіңіз тонның ішкі бауындай болып кеткен ең жақын доссыздар. Қазір ғана өзіңіз тыңдаған «Ұнатамын мен сені» әннің шығу тарихына тоқтала кетсеңіз. Енді мұна «Ұнатамын мен сені» деген әннің шығу тарихын мен енді жақсы білем деп айталам. Өйткені әр жерде айтып, осыны кештерде айтып жүрген болатын. Сосын бір күні сол ақырында шыдамаған болу керек енді. Жұматай Жақыпбаев, сосын Өтепберген Әлімгереев, содан кейін Мұса Рахманбердиев дейтін марқұм ағалар үшеуі жоқ бүгінде. Ағаларын алып келіп, осы журналистика факультетінің өзінің бөлмесін алып келіп, сол үлкен бір ас дайындап, сосын ал ағалар енді мен бір ұят жасадым енді осындай. Мына Мұқағали ағамыздың бір сөзіне ән жазып едім. Содан кейін ол өзімнің қолайыма келмегеннен кейін қайырма жазып осыған қостым деп. Сосын ал гene айтып көр деп, айтып келгенде жаңағы азаматтар ағаларымыз 6 рет айтқызды Табылдаға. Бірінен соң бірі. Өте ұнаған. Содан кейін Жұматай Жақыпбаев ағамыз айтты: Мұқаң бұған ұрыспайды. Мұқаң қайтып ана дүниеге барғанда сені құшақтап. Басынан маған көрсетпесін өзгетін шығар. Әйда бәле, бәс әйда, жақсы әнің құтты болсын деп, соларды тұсауын кесті. Мен Табылды Досымовпенен 2005 жылы Республика сарайында өткен үлкен концертте таныстым. Ол кісінің сол концертте мен «Ұнатамын мен сен» деген әнін орындадым. Аға сол әнді естіп, маған келіп, сенің орындауындағы әдемі шықты, сондықтан тағы да 1-2 әнімді қосып берейін деп, «Қыз махаббаты» деген өзінің әдемі әнін маған тарту етті. Одан кейін тағы да 3-4 әнін беріп, аға өзінің қолтаңбасын жазып, маған «Ұнатамын мен сен» деген кітабын маған сыйға тартты. Осыдан 3-4 жыл бұрын мен Табылды Досымовтың «Ұнатамын мен сен» деген әніне бейнебаян түсірген болатынмын. Табылды Досымовтың әндері барда, ол кісінің әндері ешқашанда өшпейді, халықтың жүрегінде мәңгілік сақталады. Ұнатамын мен сені деген менен, көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсам бір күні, егер де ұнатамын мен сені, арманымда еңселі,
жасап жүріп көрсетпеймін зәредей асау қылып сенің ғана ырқыңай бас алдырып бұға берем не деген жасандылық ұнатамын мен сені арманымда еңселі өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені арманымда еңселі өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені ұнатамын мен сені. Жұмабай аға, Табылды ағамыз Фариза апамыздың да мен саған ғашық емесем өлеңіне де жақсы ән жазды. Жалпы Табылды ағамыз әннің мәтініне көп мән бере ме? Не себептен көп мән береді? Енді Табылдының бір жақсы қасиеті мына Фариза апайдың, Мұқағалидың, Жұматай Жақыпбаевтың, Жарасқан Әбдірашевтің, Есенғали Раушановтың, Шетінен Әбу шайырылды Бәкір Смайыловтың, Жанат Әскербек қызының осындай талантты, Гүлнар Салықбаеваның осындай талантты ақындардың тек қана өзі шығаруға да болады бұны. Өзі де ақын бұның. Сөзін өз жазуына болатын еді. Бірақ сол әр алуан жаңағыдай қазақтың дарынды ақындарының мәтінін алып өзі жаңағыдай. Бұл соған ән жазды. Бұл бір жағынан енді Табылдың енді ерекшелігі, сыпайылығы жаңағыдай. Соның барлығында жалғыз ақ өзімді көрсетейін деген емес, жұртпен де сол жақсы сол мәтіндерін ойып алып. Мысалы, Жарасқан ағамыздың бір ғажап лирикалық әндер шығарды. Сосын Гүлнар Салықбаеваның ауылдың түні дейтін. Сосын Жанат Әскербек қызының жаңағы Қарагүл деген сөзіне ән жазды. Содан кейін Есенғалидың, Фариза апайдың әсіресе. Фариза апайға енді сол онда айтып жүрді, бір күндері енді апайдың өзіне де тыңдатқан болу керек. Бірақ жүрексініп жүрді енді. Сосын апайдың осы шығармашылық кешіне келіп орындап жүріп, бұл да үлкен танымал, жақсы, өзінің тыңдарманын тауып кеткен сәт туындылар болды. Жұмабай аға, Табылдының ән әлемі, жастық дәуреннің жырлары, ғашықтық ғазабымен, махаббатқа толы, лирикаға толы ән әлемі. Не себептен деп ойлайсыз? Әлде әр әннің өз кейіпкері бар ма? Ол жаңағы Табылды енді жыраулардың жаңа синкретті өнерді бойына біріктірген бір жыраулардың соңғы сарқыты деп келдік қой. Мысалы, ақандар, ақан сері, бір жан сал. Соның барлығында жаңағы махаббат туралы лирикалық әндер қандай ғажап. Оның жаңағы өзі бір ыңылдап әуез шығарып, оған өз сөз жазып, өзі орындаудан артық қандай бақыт керек адамға. Сен сол бір үш мосының үш тұяғы десек, сирағы десек, сол үш бақытқа бірдей сен шолпып тұрсың ғой мысалы. Өзіңнің көкірегінен ән туады екен, оны өзіңе сөз жазады екенсің, оны өзіңе орындайсың. Сонда үшеуі сыңғырлап, келісіммен жымдасқанда бір ғажап әуез төгілмей ме? Табылдының ән әлемі түсінер адамның жүрегін жаулап, бойын баурап алатын аққудың көгілдіріндей көркем әуендерге толы. Тыңдарман жүрегіне жол тапқан тұңғиық сезімге толы тамаша бір ән тыңдайық ағай. Білмеймін, жанарыңнан сұрақтым ба, әлде сені сол сәтте ұмыттым ба? Өзің болдың әйтеуір бұл күнганым көтеріп ап кетіп ең, бұл қымбадым аймалауыңа ұнаттым ба? Өзің болдың
әйтеуір бұлқынғаным көтеріп ап кетіп ең бұлқынбадым аймалауыңа құнықтым ба білмеймін құшағыңда дүреттің бе алып ұшып барама жүрек мүлге ойлағымда келмеді ештеңені күндіз білді білмедім кешемеді тек ұққаным жан бірге тілек бірге ойлағымда келмеді ештеңені күндіз білді білмедім кешемеді тек ұққаным жан бірге тілек бірге Жаңа ғана өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, ақындардың, жыраулардың сарқыты деп табылдағанымызды. Осы бард өнерін орыс халқының арасында ең алғаш ұстанған осы Высоцкий, Акуджавалар болса, қазақ өнер иелерінің ішінде әрине біздің табылдағанымыз. Осы бард өнерін жыраулыққа балаған өнерді тарқатып айтып берсеңіз бізге. Енді бұл енді жаңағы Высоцкий деп айтып жүрміз ғой. Олар енді оларда үлкен өнерпаздар ғой жаңағыдай. Енді жыраулық біздің анау ту заманнан келатқан. Бард деген сөз шықпай тұрғанның өзінде жыраулық бар еді. Оның біз сонау Қазтуған, сонау Жиенбет жыраулардан алсақ, олардың бір ғажап нәрсесі, ешбір халықта жоқ бір нәрсесі ол мынау ғой. Ол әрі айтыс ақыны, әрі жырау, әрі сазгер, әрі ақын. Бір ғажап. бірнеше өнер. Ал сазгерін іздеп қанға берсе ол кезде. Содан кейін аспабын іздеп, оны ақынын іздеп, ойбай мен жырау едім сөйтіп. Жоқ, олар жалғыз өзақ бүкіл ән мен тойды жалғыз өзақ қырып кететін болған. Жалғыз өзақ сол жарайды. Қандай ғажап мінекей. Сахара өзі аз халықпыз. Міне Сахара Самиян далада кезіп жүріп, сондай әр бұрыштан, ана бұрыштан Ақан, ана бұрыштан Біржан, ана бұрыштан Иман Жүсіп. Сондай қандай енді. Жәрмеңкелерде кездесіп, Майра мысалы. Міне мен сол жыраулардың жаңағы шығармалары бізге қазіргі жарқылдақтан көрі. Мінекей, мынау радио қабылдағыш сияқты ыстық маған. Міне бала кезімде осындай болып еді мінекей. Бізге де ыстық. Өзі аяулы көзге. Қазіргі жарқылдаған қытайдық радиодан көрі осылар ыстық. Мінекей, бізге жүре бара баяғы сол ата-бабамыздан, ұлы жыраулардан қалған шығармалар бізге әлі күнге дейін ыстық. Сақтап қалу керек. Табылды, соларды жайнатып, соларды құлпыртып, бүгінгі алып келген, бұл да бүгінгі заманның саз-серістегі толықтай негіз бар. Дұрыс айтасыз, Жұмабай аға. Қазір табылдағанымыздың осы өнерін ұстанған шәкірттері, жастар бар ма өнерде? Шәкірттер енді Құдайға шүкір бар, жоқ деп айтуға болмайды. Олар әр жерде шашылып жүр. Біреу Жезқазғанда, Ақтөбеде, Маңғыстауда, Атырауда, әр жақта. Бұлардың бір басын қосатын, сондай бір үлкен шіркінай бір магнит болса, бәрін жинап алатын сондай. Бұл шығат түбінде. Қазір міне, мысалы, өткенде ғана, өткен осы 2013 жылдың соңында, осы Атырауда үлкен бард ақындардың табылға арналған үлкен фестиваль болып, сонда мына Бақтығұл Әзімұхамбетов ағамыз айтты, енді 2 жыл сайын тұрақты түрде өткізіп тұрамыз деп. Міне сол бард ақындардың сол бір сайысында, сол мәресінде талай жастарындар танылады деп ойлаймын. Міне содан кейін мектеп басталады жайлап-жайлап. Қазір әншінің шығармашылығын жаңғыртуда нендей жаңалықтар бар? Енді із тастап аққан жұлдыз атты кітабы жарыққа шыққан, тағы қандай жаңалықтар бар? Енді ол із тастап аққан бір жұлдыз деген осы өткен соңғы жылын 2013 жылдың аяғында сол Атырауда тұсауын кестік. Оған Тәңір Жалғыр енді Атамұраның мына президенті Рақымғали Құлмұхамбет деген азамат өзі қаражатына шығарып берді. Сосын Бейжан Қалмағанбетов деген азамат енді. Оның жаңағы дисклерін шығарып, елге таратып жүр қазір. Өткенде фестивальға, Атырауда өткен фестивальға Қытайдан әншілер келді, Моңғолиядан әншілер келді. Қандай ғажап біле. Олар тегіннен тегін осында келейін деп жүрген жоқ.
анау 86 жылдардан бері сол Табылдың әндерін естіп, Ол соған бір өнердің киесі, өнердің бір дұрыс айтып отырсың, ерекшелік, құдіреті шығар. Құдіреті. Атыңды сенің айтамын ән қылып неге, қозым-ау деші күлім деп баяндай маған. Тірліктің мынау, жаным-ай мәңгілік деме, ұйықтап кетсем, бір күні оянбай қалам. Оянбай қалам, бұл шындық, ұрыспа қарғам. Шөлмек тірліктің белгілі құлай сынары, гитарамды алып елеусіз бұрышта қалған. Бауырыңа басып, егіліп, жылайсың әлі. Ақынның осы сыршылда сұлу, сағынышқа, мынау мұңға толы, тәтті сезімге толы әндері өзі ерекше ғой, Табылдағаның. Ал сіздің жаныңызға Табылдағаның қай ән жақын? Ақан серіге. Арнау дейтін бір ғажап әні бар еді. Қазіргі таңда ол әнді орындай ма жастар арасында? Орындап жүр ме? Көп орындамайды енді. Содан кейін жаңағы қазақ едім дегенше деген бір термесі бар. Сол енді мына Қытайда, Моңғолияда, Ауғанстанда, Ресей жерлерінде, Өзбекстанда кең таралған. Қазақ едім дегенше деген бұл енді трагедиялық бір толғау енді. Осы, сосын ұнатамын мен сені. Содан кейін Светқали Нұржановтың сөзіне жазылған Сәйгүлік деген әндері. Енді айта берсең, бұл жаңағыдай тек бір ән паспорты болып қалған, бұл тек қана жаңағыдай көзден бұлып ұшатын адам емес. Табыл ағамыз гитарасын сүлік қара деп атаған екен. Не себептен сүлік қара? Сүлік қара деп енді анау жылдары Атырау облысына әкім болғанда Иманғали Тасмағанбетов Табылға бірталай көмектесті енді. Үй алып беруге көмектесті. Сосын бір аса қымбат гитара алып берді, Ямаха деген. Соған Табыл ойдай риза болып, өміріне енді қолына түспей жүрген ол жылдары енді қатты тауар еді, анау бір жылдары. Соған риза болып өзі, Имаш ағам алып берген сүлік қара деп ат қойдым осыған деп. Үлкен сыртында қабы болатын қорабы. Ол гитара бір рет жоғалып та кетті. Осында Арман Ысқабылұлы, Болатбек Қожан бәріміз қарсы алып, пойыздан түсті. Содан кейін бір жерден енді бір ас ауқат шай ішіп отырып, әңгімелесейік деп келіп отырып, бір уақытта енді бір жарты сағаттан кейін Табылға бір ән айтып жіберсек, манағы келген таксидің ішінде кетіп қалды. Оған гитарасы. Сумкісі де аңқау болатын өзі. Аңғал бір қопал сондай батырлар сияқты енді. Бұл әттең осы заманға кеш келіп қалды енді. Ол бұдан 200 жыл өмір сүретін жігіт еді енді. Сондай мәрт, біздің мына Аласуан сондай қитұрқы қоғамға ол жаралмаған еді. Сондай бір жағы сондай желініп. Содан кейін не керек? Бірақ өкініп қалды. Енді бүкіл киім кешегі жаңағы біздерге алып келатқан Атыраудың дәмі, балығы, гитара ең әуелі, ең қымбаты гитарасы кетіп қалды ғой енді. Ойбай деп біз енді естеріміз бір ыңғайсызданып қалдық. Өзі осында концертке шығайын деп келіп еді. Содан кейін енді мәрттігі ғой, әй жігіттер деді. Егер ана гитараның құнын білетін болған адам болса, бермейді ол маған. Егер құнын білмесе, маған келеді қайтып әкеліп. Сосын енді Табылдың қабағына қарап, кішкене кірбің бастаса, сол әңгімені жалғап отыра бердік. Бір уақытта ойпырмай, не бәле екенін білмеймін, көріп келмей әйтеуір. Бір уақытта бір сағаттан кейін хабарласты біреу. Ойбай, Табылды досым деген азамат керек еді. Мен ойбай аға, мен мана сізді апарып тастаған таксидің Құдайға қараған қандай азамат? Мен мына есіктен бір жеңгемді перзентханаға апарып тастап едім, толғатып атқаннан кейін. Қайтарда енді бір бензинге бір кішкентай тиын тебен пұл болсын деп сендерді апарып тастап едім. Үйге келіп барсам, гитара жатыр. Ал содан кейін Табылдың айтқаны: інім, айналайын, кел, сүйіншіңді әзірлеп отырмын. Содан кейін келді, бетінен құшақтап бір сүйіп, сумкасынан балығын алып беріп, сосын 10 мың теңге ақша берді. Қарағым, рахмет. Мынау менің бір ерекше аспабым еді. Міне қайтып келді өзі. Табылды ағамыз өзі жанынан гитарасын тастамаған адам. Ал үйінде, төрінде қазақтың күмбірлеген қара домбырасы, мандолина дейсіз ба, қобыз дейсіз ба, қазақтың барлық
жаңағы өнердегі барлық аспаптың түрі үйінде болған екен, өзі күміс шақшасын ұстап, нағыз шайырларша өмір сүрген екен дейді. Тағы қандай ерекшеліктер болды? Енді ол жаңағыдай сол бір өткенге деген бабалардың асыл жәдігерліктеріне деген зарығу ғой, сағыну сондайды жақсы көретін. Қай жерде бір жақсылық бар десе, мысалы анау жаңағы қазаққа қара гитараны ұстатып тұңғыш рет сызылтқан Қорабайды іздеп баруы 3000 километрде. Ғалым Жайлыбайды ертіп, соған Қорабай ағамызды көрсет енді, сенің ағаң ғой деп, үйіне 3 күн қонақ болуы. Әр жерде бір сондай бір ескілікті зат болса жинап жүретін. Кебеже, сондай. Қылыш, ескі домбыра, сырнай, шақша, болмаса, құмыра сондайды. Үйінде бір табиғат, болмаса ескілік мұражайдың мүйісі сияқты. Енді ғажап нәрселер. Бүлдіргі қамшы жаңағыдай. Сондай міне. Сол жағымен адамды бір ыстық болатын енді. Сен де армансың, мен де арманмын, арманбыз. Армандарды армандарға жалғармыз. Саған құсым қалықтайды алыстан. Аманбысың, Алматыда қалғанбыз. Мен де еркемін, сен де еркесің. Еркеле, еркеліктің елік күні келтеме. Күйіп көпті болған көңілді өтінемін, екінші рет өртеме. Сағыныштан жанарыма жас тола, өзің болып қол бұлғайды астана. Лүпілдеген жүрегімсің сен менің, қалай шоны жұлып берем басқаға. Неліктен көзіңе жас толады, жан едің өнегелі, сеземін, қимайсың астананы, қимайсың және мені. Әйтеуір қабағың түнерулі, қайғыдан шаршаған ба? Қайтейін, бір ғана жүрегіңді сыйларсың қанша жанға. Мен сенсіз бақытқа бөленбедім, қал соңғы сөзіңді айтып. Жанымды ұғынсаң егер менің, келерсің өзің қайтып. Табылдың енді бір қуанатынымыз, осы 3-4 жыл емес, көз жұмылғанына жарты ғасыр болса да, тіпті 30-40 жыл болса да жоқтаусыз кеткендер көп қой, өнерпаздар. Табылдың мұна халық дүрік көтеріп, жақсы қабылдап, әндерін ел айтып, осындай үлкен алқалы жиында ұйымдастырып атқаны, қайта жаңағыдай өзінің жаңағы дискілерінің шығу, мен үшін қуаныш үлкен. Бұл бара-бара үлкен өріс алып баратыр. Бұл өнерпаздың бағы екен. Бұл енді аз ғұмыр жасады деп осыншама өкініп қалып едік қайтқанда. Қазір қуанатындай, шүкір ететіндей жағдайымыз бар екен. Шүкір, Жұмабай аға, бүгін мынау шынымен де әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деп қазақ тегін айтпаса керек. Сіздер тұрғанда, сіздерде ағалары, жағалары, достары тұрғанда, өнерін бағалайтын халқы тұрғанда, өнерін сүйіп орындайтын қаншама өнерпаздар тұрғанда, біздің Табылды ағамыз мәңгі жүрегімізде қалатыны анық, өнер еш уақытта өлмейтіні де анық. Көзін көрген сіздер аман болыңыздар дейміз. Сендер аман болыңдар, қарындастар. Мынау бүгін студиямызға арнайы уақытыңызды бөліп, сыр сұхбатыңызбен бөліскеніңізге өзіңізге мың алғыс. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болсын аға. Өртеніп жанып, сүйдім мен сені, шырын сырыңды түйдім тұмарғы. Қыран қылдың ау, қырғы еңсені, жан емес еді, көрсе қызарлы. Көгілдір экранға шығып, бейне баян түсірмей-ақ, бар қазақты баурап алған бір талант болса, ол Табылды Досымов. Гитараның алты шегінен түйдек жыр төккенде, баяғының жырауларындай әсер қалдыратын Барт ақынның салған әні халық жүрегінен мәңгіге орын алады. Соңында сыршыл да мұңды,
отты да уытты өлең жырлары қалған арда ұлын елі ешқашан ұмытпайды. Эфирде қайта қауышқанша аман болыңыздар, шаңырағымыздан ән үзілмесін. Өртенер жанып